Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 60 бабының 1 бөлігіне 61 бабына сәйкес үкімдердің жиынтығы бойынша Алматы облысы Талғар аудандық сотының 2024 жылғы 4 сәуірдегі үкімімен Ильясовқа қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 бөлігінің 5 тармағы мен 293 бабы 2 бөлігінің 1-3 тармақтармен тағайындалған 2 жыл 6 айға бас бостандығынан шектеу жазасының өтелмеген мерзімін ішінара қосу жолымен Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясовқа түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Ильясовқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Ильясовтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын.